Қыз снайпердің қай жерде екенін анықтау үшін алдымен айнаны шығарады. Өзіне көз тіккен нысананы таппақ болған оның бұл әрекетін алыстан бақылап тұрған мерген бірден түсінді. Ер адам мұндай қашықтықтан айна арқылы оны көру мүмкін емес деп санады. Содан соң бірден оқ атып, сыпырғыштың ұшындағы айнаны тас-талқан етеді. Бірақ қыз берілмеді. Өмірін қатерге тіге отырып, екінші айнаны алдыңғысынан жарты метр биікке жайлап көтерді. Өзіне сенімді қаскөй тағы да айнаны атып түсіреді. Ол мұның қыздың құрған жоспары екенін сезгенде жоқ. Екі оқтың ұшу траекториясымен алған біліміне сүйене отырып, қыз мергеннің шамамен 1 шақырым жерде екенін және оқтың солдан оңға қарай ұшқанын есептеп шығарды. Бұл есеп бойынша тоңазытқыштың үсті мерген көре алмайтын аймақ болып шықты. Сөйтіп оның басында батыл жоспар туады. Қыз тоңазытқыштың үстіне тез өрмелеп шығып, сол жерден секіріп өтуге бел байлады. Алайда снайпер қыздың қайда екенін анықтау үшін жүргізушісіне алға жылжуды бұйырды. Дәл сол сәтте желбіреген перде оның назарын аударады. Тәжірибелі снайпер қыздың ойын бірден ұқты. 여기서 뛰어보려고? 둘, Бақытына орай оқ қызға тимей, ол ажалдан аман қалады. Қорқып кеткен ол құлағандағы ауырсынуды елемей, диванның артына тығылды. Бірден диван астында жатқан тапаншаға қол созып, бірақ қанша тырысса да жете алмады. Сол кезде ол батыл шешім қабылдап, диванды төңкеріп тастайды. Бұл оны мергеннің көзінен тасалады. Дәл осы сәтте ол күтпеген олжаға жолығады. Көкесі диванның артына снайперлік винтовка жасырып кеткен екен. Басында қыз тек өзін қорғамақ болса, енді бұл мылтық оған қарымта қайтаруға мүмкіндік береді. Дораманың атауы «Магазин для киллеров».